Жаста болса өз бизнесі бар Мағжан кәсібімен мақтанады. Ол бірнеше тойханада видео фотоға түсіреді. Кәсіби камерасы жоқ қызылордалық жігіт табыс табуға заманауи смартфонның болуы жеткілікті дейді. Себебі қолындағы ұялы телефон таспасымен түсіреді, монтаждайды, әрі желіге таратады. Мобилография бұл жай ғана телефон. Телефонмен видео түсіру. Мысалы, бұрын тойда үлкен камераларды арқалап той түсіретін. Ал қазір жай телефонмен түсіруге болады. Жай қалтаңда шығардың той түсірдің. И жылдам монтаж бұнда. Басқа мобилография қазір көптеген кәсіпорындар, бизнестер және блогерлерге таптырмайтын мамандық. Смартфонмен сырқаттанғандардың басын қосқан мобилография фестке қатысуға 1000-ға жуық азамат өтінім білдіріпті. Қызығушылықтары бірдей жастар Қыран Талапбек секілді танымал отандық мобилографтардың тәлімін тыңдауға келген. Бүгінгі спикерлер Қазақстан аумағынан келген маңызды блогерлеріміз, осы мобилография саласында атсалысып жүрген азаматтарымыз болып табылады. Оның ішінде қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, Әлия Байбусынова деген сияқты блогеріміз бар, Өркен Кенжебек деген блогерлеріміз бар, осы Қыран Талапбек бар. Осы блогерлеріміз осы шараны, креативті саланы қалай басталды бұл мобилография саласы тарихынан бастап қазіргі таңдағы жетістікке қалай жетті, соның барлығын айтып өтетін болады. Креативті индустрия бағыты аясында мобилографтардың республикалық Шымкент мобилография фест 2 күндік фестиваліне қатысушылардың басым бөлігі Шымкент және Нұрсұлтан, Алматы, Түркістан қалаларынан келген екен. Айта кетейік, фестиваль аясында қатысушыларға арнайы байқау жарияланған. Олар сайыс ережесіне сәйкес Шымшаһар туралы имидждік және креативті жарнамалық бейнероликтер түсіру қажет. Басты талап үміткер туындысы телефон арқылы жасалады. Үздік деп танылғандар марапатталып, арнайы сыйлықтарға ие болды. Ботагөз Әбделил, Антон Семенов, Мәди Жаппарханов, Нарньюс.